Жалғыз ұл Байыт Қабанұлының әңгімесі. Жапар ағайды мен көптен танимын. Жас ортасына келіп қалған, жоғары білімді, көргені көп, көзі ашық, момын, көпшілікке қадірлі адам. Аса шежіре сөзшең болмаса да, ешкімді жалықтырмайтын әңгімешіл кісі. Сол әңгімесіне қызығып жұмыстан кейін үйіне бардым. Анда-санда барғанда алдымнан шығып қуана-қуана қарсы алатын ағайым бұл жолы өйтпеді. Үйге кіргенімде теріс айналып, берген сәлемімді де дұрыс алған жоқ. Оның орнына жеңгеміз сәлем алып, амандық саулығымызды сұрастырып жатты. Ағамыздың мұндай мінезін бұрын көрмеген басым, апырмай, не болды екен? Ренжітіп алған жерім бар ма еттеңкіреп, төрге барып отырып жатып байқадым. Жәкеңнің бет-аузы көк-көңгөк, ұрған қолдың табы мен ісік екен. Тіпті ек көз ашылмай қалыпты. Жаңа неге теріс айналып кеткенін енді түсіндім. Жүгіріп қасына барып, ойбай-ау, Жәке, не болған сізге? Кім сабады? Мен шошына сұрадым. Ол кісі түк болмағандай, ештеңе, көшеде жүріп жығылып деп, сөзінің артын жұта берді. Жығылған емес, сабаған қолдың таңбасы екенін біле тұрсам да, өзі айтқысы келмей отырғасын көп сұрақтың астын алмадым. Сонымен шайға отырдық. Жәкеңнің бет-аузы ғана емес, аяқ-қол, барлық денесі де сау емес секілді. Әрең қозғалып, әрең сөйлеп отыр. Сол жағдайын байқадым да, дәрігерге көріндіңіз бе деп едім. Жоқ, ештеңе етпес деді сылбыр ғана. Содан кейін де біраз уақыт үнсіз отырып барып басын көтеріп, шырағым, мен мына дүниеде 50 жыл өмір сүргенде, жақсылық жамандықтың біразын басымнан кешірген едім. Бірақ көрмегенім әлі ілгерде екен. Құдайдан тілеп жоқтан бар етіп, жаныма балап аялап сақтап өсірген жалғыз ұлым мені отырған орнымнан тұрмастай етіп сабады. Қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмаузым дегеннің күйінде отырмын. Жалғыз ұлды түрмеге жаптырғанда не береке табам? Өле қалмаспын, жалғыз ғой ол. Жаман болса да тірі жүрсін. Тек Жапардың жалғыз ұлы әкесін сабап өлтіріпті дегізбей, Алланың ажалы ерте келсе екен деп отырмын деп, кемсеңдеп жылап жіберді. Өз құлағыма өзім сенбедім. Бұл сәт менің көз алдыма жазғы тұрымғы арық серкештің денесіндей ғана денесі бар адам емес адамсымақ Жаман Әлімбектің сиқы елестеді. Жалпақ қауым сыйлаған қадірменді Қайран әке жалғыз ғой деп қозғалмай отырып сабатқан ғой шамасы. Әйтпесе Жапар ағамыз адамның жартысы Әлімбек тұрмақ, одан арғы біреулерге де сабата қоятын азамат емес. Ой, құрсын, жалғыз емес жауыз ғой ол деп ойладым. Сосын Жәкеңнің көңілін аулайын деп далаға ертіп шығарып, ананы мынаны айтып біраз отырдық. Ол кісі баласы туралы ештеңе деген жоқ. Тек қайта-қайта күрсініп қойып отырған. Бір заматта сонадайдан бір машина зымырап келіп қасымызға тоқтады. Судай жаңа қызыл өңді Мерседес-Бенц. Бұл кім еді деп қарап қалдым. Машинадан алдымен Жәкеңнің жалғыз ұлы Әлімбек түсті де, аяғы аяғына тимей, машинаның келесі есігін ашып, өзінен екі шынтақ ұзын келіншегін түсірді. Екеуінің де оранғаны үлдемен білде, тағынғандары алтын мен күміс. Машинадан түскен кербез қатын бізге қарап бір бас изегендей болды да, күйеуіне қарап, «Ей, сөйт, бүйт» деп онша айғайламаса да, зілдүнмен бірнеше жарлық беріп еді. Бейшара Әлімбек есінен таяқ жеп, запы болған асыранды күшіктей сипақтап, қатынның ар жағынан бер жағына бір шығып тұзақтады. Сөйтіп жүріп әйелін үйге кіргізгеннен кейін барып бізге бұрылып, шүлдірғаға амандасып маған қолын сұнды. Алдымда адам емес албасты тұрғандай сезілді. Өңімнің қандай болғанын білмеймін, өз еркімсіз тісім шықырлап, жұдырығым түйіліп кетті. Осы сәт, қажеті жоқ қарағым деген Жәкеңнің сабырлы даусы естілді. Ләм-мим дегем жоқ, үнсіз тұрып жүре бердім. Жолда келе жатқанда жаңа ғасерден арыла алмай қиналдым. Неткен опасыздық ет. Желкен қиылғыр осы жүгірмекті олардың қалай мәпелеп өсіргенін мен анық білем. Бертінге дейін әкесім мойнына мінгізіп, қайда болса сонда алып жүруші еді. Бұл сабаққа кіргенде 10 жыл бойы әкесі онымен бірге сабақ оқып, армияда болған 1 жыл ішінде 2 күннің бірінде барып бауырсақ ақша тасып, ұлының міндетін бірге атқарысқан. Бұл әскерден келген күннен бастап, әкесі бармаған жерге барып, күндіз түні шапқылап, беттің арын белбеуге түйіп, ұлы емес өз сөйлесіп жүріп,
жаңағы хордың қызындай кербез қатынды алып беріп, дүниені дүркіретіп ат шаптырып, балуан күрестіріп той жасап еді. Онан кейін қаланың ортасынан 4 бөлмелі үй алып беріп, азақ күннің алдында барын шашып, өмірінде өзі мінбеген батыстың қымбат машинасын сыйға тартып еркелеткен. О жасаған, сөйтіп өсірген жалғыз ұлдан әкенің күткені таяқ белі тәйірі. Ондай болса аялап баққан ұл құрысын, қырмызыдай құлпыртқан қыз құрысын, көресіні ұлықтан емес, ұлдан көрген күн құрысын. Елдің ертеңі болған еркі шора ұл мен қыз, жарқындарым-ай, не болып барасыңдар? Аялап сақтап өсірген атанасын сабаған ақымақ ұлға ату жазасын берсе де аздық етеді. Бүгін сендер атаналарыңды сабасаңдар, ертең сендердің ұрпақтарың өздеріңді бауыздап итке тастайтын болады. Осылай ойлаған менің екі көзімнен жас парлап кетті. Жапарағайдың басына тиген таяқ менің жаныма тигендей қолдаяққа тұрмай тітіркеніп кеттім де, жас бүркеген көзім шымылдықтана тұманданып, алдыңғы жағым болжаусыз бұлдыр көрінді. Байт Қабанұлы. Әтір есті дүние кітабынан. Оқыған Сұңғат Ғазиз.